Ендеше, құрметті қонақтар, келесі құттықтау лебізін білдіріп, бата беру үшін ортамызға арнайы Рахматжан ағамызға ұсынылады. Қадірменді ағайын, құрметті түркістандықтар, бүгін қазақ елінде өздеріңіз көріп тұрғандай үлкен қуаныш, елдің қуанышы. Біздің Томарис бүгінгі батыр қызымыз бүтін дүниені, әлемді бағындырып келіп отыр. Құтты болсын, құрметті түркістандықтар. Қазақ елінде құтты болсын. Батыр қызымыз Құдай қаласа олимпиада чемпионы болады деген үміттеміз. Аумин. Еліміз тыныш болсын. Дана саятымызды жүргізіп жатқан ел ағалар аман болсын. Алла өзі қолдасын. Батырларымыз көбейіп, қазақ даңқы бүтін дүнияны жаулай берсін. Мәдхия қызымыздың жолы ашық болып, әрқашанда елдің қуанышына бөліп, халықтың қуанышына бөлене берсін. Амин, Аллаху акбар. Ал енді, ардақты ағайын, құрметті спорт сүйер қауым, келесі құттықтау сөз. Міне бүгін әлем алдында көк туымызды көкке желбіретіп, чемпион атанып келген жеңімпазымыз, чемпионымыз Матхия Усмановаға сөз кезегін ұсынамыз. Құрметті қазақ елі, мені қолдап, маған жанкер болып келгендеріңізге үлкен рахмет. Мені осы жетістікке жету жолында себепші болған менің ағайларыма үлкен рахмет. Әлде алдымыздағы үлкен жарыстарда бұдан да үлкен жетістіктерге жетуге барымды салам. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Осы Түркістан облысының басқарма, спорт басқармасына бәріңізге рахмет көп-көп. Рахмет. Жеңістің тұғырынан тағы да көріну, әрине біз үшін үлкен мәртебе, үлкен жетістік, үлкен жолдама. Сондықтан біз барша осында тұрған спорт сүйер қауымның алдында арнайы тағы да ақ бата ұсынсақ деп отырмыз. Бата беру құрметі Рысбеков Құрманбай көкемізге ұсынылады.